Сәлем достар, нағыз ұбт жақындап келе жатыр. Сіздер нағыз ұбт-да әлемнен әрине тапсырмалар болады деп қорқыныш үрей болып тұрғаны анық. Бүгін мен сіздерге сол әлемнің барлық типтерін біртіндеп отырып, өте оңай әдіспен, өте қолайлы, жеңіл әдіспен түсіндіруді бастаймын. Әрине оқушылар, әлем өте қиын, әлемді шеше алмаймын, оны шешу мен үшін қолжетімсіз деп ойлап жүрген көптеген біздің оқушыларымыз мына жаңа әдіспен ешқандай математикалық дағдыларсыз да, формулаларсыз да шеше алады. Тек қана зейін қойып тыңдаңыздар, қайта-қайта мына әдісті сіздер көріңіздер, көріп жаза беріңіздер, көріп жаза беріңіздер. Тек сонда ғана сіздің миларыңызға отырады. Мына әлемнің бірінші типіне байланысты мына есепке назар аударайық. Күкірт ангидридінің массалық үлесі 10% болатын әлем алу үшін 450 грамм суға қосылатын күкірт алты оксидінің массасы. Әрине мына жерде мен қолданыстағы әдіспен шешіп қойдым, оны суретке алыңыздар. Яғни оны бұндай әдісті көпшілігіңіз білесіздер. Әрине бірінші, екінші, үшінші типтерінде біздің жеңіл, қолайлы әдісті қолданбай-ақ шеше аласыз. Бірақ дегенмен бүгінгі күнде ұбт-да тек 1-2-3 емес, күрделірек күкірт қышқылының әртүрлі концентрацияларын, немесе алюмнің әртүрлі концентрацияларын, немесе алюмнің әртүрлі құрамды типтерімен түрлендіріліп отыр. Сол үшін мен бүгін сіздермен жаңадан бастап отырған бұл әдісте ешқандай қиындықсыз күрделі есептерді оңай жолмен шығара аласыздар. Бірақ дегенмен біздің оқушыларымызда сұрақтар туындамас үшін мен мынандай олардың қолданыстағы математикалық, алгебралық әдістерін де беріп барамын. Оларды көріп, салыстырып, кейін менің әдісімді қолданатын болсаңыздар, біріншіден уақыт үнемдейсіздер, ал екіншіден өте оңай шығаратын боласыздар. Ал енді оқушылар мына берілген есеп бойынша сіздер бірінші болып реакция теңдеуін жазып аласыздар. H2O мен SO3-тің күкірт қышқылы құру теңдеуін, мына есептің шартында берілген судың массасын мольге зат мөлшеріне айналдырып, 25 мол суға 25 мол SO3, 25 мол H2SO4 сай келетін білесіздер. Себебі су 1 мол, SO3 1 мол, H2SO4 де 1 мол болып тұр. Ал енді содан пайдаланып SO3-тің массасын таба аламыз. Бұның үшін оның емерін 25 молға көбейтсек 2000 грамм екен. Тура сондай H2SO4-тің де массасын таба аламыз. 25 молды емері 98-ге көбейте отырып. Демек, массасы күкірт қышқылының 2450 90%-ға сай келсе, SO3 10%-ы қанша граммға сай келеді деген пропорциямен біз оның массасын таба аламыз. 2272-да 22 грамм SO3-тің жалпы массасы болады екен. Ал енді қадірлі оқушылар, тура сол есепті сіздермен қазір менің оңай әдісімен бірге шешетін боламыз. Назар аударыңыздар. Демек, күкірт ангидридінің массалық үлесі 10% болатын алюм алу үшін 450 грамм суға қосылатын күкірт алты оксидінің массасы қандай деп сұрап тұр. Бұл әдіспен шешу үшін мынандай неге бір мән бересіздер. Мысалы, H2SO4 SO3-тен су қосу арқылы түзіледі. Солай ма оқушылар? Демек, H2SO4 көбейген SO3 бұл алюмның құрамы. Оның құрамында 10%-ы SO3-ке тиесілі. Демек, қалған 100-ден азайтқанда 90%-ы күкірт қышқылына тиесілі. Күкірт қышқылы ешқандай массасы өзгермейді, өзгеріссіз, ал SO3 болса өзінің массасын 1,225 есе арттырып, 10 грамм SO3 12,25 граммға айналады. Демек, 90%-ға 12,25-ті қосатын болсам, менде 10%-дық алюмның пайыздық концентрациясы келіп шығады. Яғни, диагоналға қоятын концентрацияны тауып алам. Тағы бір рет қайталайын. Мына жерде SO3-тің массалық үлесі берілген болса, оны әрқашан SO3-тің астыңғы жағына жазамыз. Бұл санды 100-ден азайтып, күкірт қышқылына жазамыз. Күкірт қышқылы өзгеріссіз массасы, ал SO3-тің массасын әрқашан 1,225-ке көбейтеміз. Неліктен? Себебі 80 грамм SO3 сумен әрекеттесіп 98-ге айналған кезде өзінің массасын 1,225-ке арттырады екен. Сол үшін біз әрқашан 1,225-ке көбейтетін боламыз. Нәтижеде 12,25 екеуін қосқанда 102,25 10%-дық алюмның бізде пайыздық концентрациясы табылды. Оның мәні 102,25-ке тең екен.
Немесе мынандай 80-ден 98 болса, 100-ден 122-де 5 болады деп біз SO3-тің өзгеретін концентрациясын аламыз. Демек оқушылар, олай болса біздің әдіспен шешуді бастадық. Мына есепке мән беретін болсақ, алу үшін деген бізде әрқашан ортада тұрады. Ол 10%-дық алюм, оның пайызы 102,25-ті құрайды. Ал енді ол 102,25 алюмды алу үшін бізге бір жағынан SO3 керек болады, күкірт алты оксиді, екінші жағынан бізге керек болады су. Сіздер білесіздер, суның мәні әрқашан 0-ге тең. Демек, SO3-тің пайыздық концентрациясын әрқашан 122-де 5 деп аламыз, балалар. Демек, 122-де 5 грамм SO3-тің пайыздық концентрациясы. Ол күкірт қышқылына айналған кезде 80-нің 1,225 есе артқан мәні. Енді мына диагонал бойынша азайтып жіберейік. 122-де 5-тен 102-де 25-ті азайтатын болсам, 20,25 болады. Енді мына 0 болғандықтан 102,25-тің өзін жазатын боламыз. Ал енді қадірлі оқушылар, демек мына жерде мән беріңіздер. Есептің шартында 450 грамм су деп тұр, иә? Демек 450 грамм суды судың астыңғы жағына жазатын боласыздар. Ал енді бізде SO3-тің мәні X болып тұр. Көрдіңіздер, иә? X-ті табамыз. X-ті табу үшін, X дегеніміз ол SO3-тің массасы оқушылар. Демек оны табу үшін 102-де 25-ті көбейтеміз 450-ге. Бөлеміз 20,25-ге. Сіздер де бұны есептеп көріңіздер, оқушылар. 102,25-ті 450-ге көбейт 20,25-ге бөлген кезде 2272,22 грамм шығады. Демек, мына жерде SO3-тің массасы 2272,22 грамм. Демек, оқушылар, мынаны қалай тез әрі қысқа жолмен шешіп қойдық, иә? Демек, бірінші қадам, қанша пайыз алюм берілген болса, сол пайызын мына жерге SO3-тің астына жаза отырып, берілген пайыздық концентрациядағы алюмның диагоналдағы пайызын тауып аламыз. Алу үшін дейтін болса, бұл санды ортаға жазамыз. Ал оны қолданып күкірт қышқылы алатын болсақ, онда шетке жазылады. Қазір нақты біздің мысалымызда ол ортада жазылып тұр. SO3-тің астына әрқашан 122-де 5 жазамыз, оқушылар. 122,5 SO3-тің пайыздық концентрациясы. Судыкі 0. Демек, азайтқан кезде сәйкесінше 102-де 25 және 20,25 болды. Енді мына жерде суның массасы берілгендіктен, оны суның бағанына жазамыз, ал SO3-тің массасын сұрап жатқандықтан, оның бағанына X қоямыз. Демек, пропорцияны шешіп шығатын болса, 2272,22 граммды тауып алдық. Енді сіздерге тағы да жоғарыдағы әдіспенде көріңіздер, иә? Мына қараңыздар. Демек, қарайтын болсаңыздар, бұл жерде 2272,22 шығып тұр. Демек, ешқандай формуласыз мына ерітіндінің, мольдің, массаға айналдыру формулаларын ештеңе пропорциямен, бір жолмен, оңай жолмен мына сіздермен алу үшін қажетті күкірт алты оксидін тауып алдық. Демек, қадірлі оқушылар, біз күнде сіздермен кездесіп тұратын боламыз. Келесі сабақта біз күкірт қышқылымен SO3-ті қолдана отырып, алюмді қалай алуға болады, сол тақырыпқа тоқталатын боламыз. Ал енді оқушылар, бізде күкірт алты оксидінің орнына суды сұрап қалса не болады деген сұрақ. Бұндай кезде де біз жеп-жеңіл сол әдісімізбен шеше алатын боламыз. Кеттік, H2SO4 көбейген SO3, яғни күкірт алты оксиді. 30% бұл SO3-ке тиесілі, ал 70% күкірт қышқылына тиесілі. 36,75 болады екен. Екеуін қосқан кезде сан 106,75 түзіледі. Демек, сіздермен 30%-дық алюмның пайыздық концентрациясын таптық. Оны алу үшін деген үшін ортаға жазатын боламын. Демек, 106,75 алу қажет. Неден аламыз? Біз бір жағынан су, ал екінші жағынан мына жерде оқитын болсақ, күкірт алты оксиді, яғни SO3. Енді олардың мәндерін қойып жіберейік, иә? SO3-тің мәні әрқашан 122-де 5, ал судың мәні концентрациясы 0-ге тең. Демек, азайтып жібереміз. Мына 0 болғандықтан 106,75 өзі жазылады. Ал енді 122-де 5-тен азайтатын болсақ, 106-да 75-ті, бізде бұл санымыз болады 15-те 75.
22-де 5-тен азайтамыз 106-да 75-ті. 15-те 75 болып отыр. Ал енді бізді мына жерде қарайтын болсақ, қай бағандағы берілген 240 грамм күкірт алты оксиді берілген. Мына жерде күкірт алты оксидінің бағанына назар аударыңыздар, 240 граммны жазатын боламыз. Ал судың бағанына X. Демек, X-ті есептеп тауып жібереміз. Бұл бізде М немесе В десек те болады, себебі судың тығыздығы оқушылар 1-ге тең. Олай болса, біз 240-ты көбейтеміз 15-те 75-ке, оны бөліп жібереміз 106,75-ке, 35,4 миллилитр. Или көрмей қалмады ма сіздерге 35,4 миллилитр су қажет екен. Мына суға жазып жібереміз. Демек, біздегі жауап болды 35,4 миллилитр. 30% алюмин алу үшін 240 грамм күкірт алты оксидін ертуге қажетті судың көлемі 35,4 миллилитрге тең екен. Менің ойымша сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бұл есепті шығару біраз қиындыққа апарар еді. Мына әдісті біз методты қолданбағанда. Әрине, бұл әдіспен барлық есеп өте оңай. 30% алюминнің пайыздық концентрациясын тауып алдық. Оны диагоналдың ортасына қойдық, себебі мына жерде алу үшін деп тұр. Ал енді SO3-пен бізге су қажет екен, оны екі бағанға жазып аламыз. SO3-тің пайыздық концентрациясы әрқашан 122,5. Оқушылар әрқашан 122,5 естеріңізде болсын. Ал судыкі 0-ге тең. Диагонал бойынша азайтқанда бізде 106-да 75 және 15,75 болды. Енді мына жердегі 240 грамм берілгендіктен, оны SO3-тің бағанына жаздым, ал судың көлемін сұрағандықтан оған X қойдым. Бұл жерде судың массасы да көлемі де бірдей сан 35,4-ке тең болды. Қадірлі оқушылар, үй тапсырмаларын түсінбеген жерлеріңізді комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен сіздерге көмектесетін боламын. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. УБТ-да алатын балдарыңыз әрине жоғары болады. Сіздер бізбен химия изимен бірге болсаңыздар және Фируза апаймен бірге болсаңыздар.